Екінші бөлім. Академик туындының басты тұлғасы оқиғаның рухани өзегі, оның бейнесі арқылы автор шындық жолында күрескен ғылымға өмірін арнаған адал ғалымның күрделі тағдырын көрсетеді. Академиктің бойында парасаттылық, білімге деген адалдық, ұлттық мәдениет қорғау сезімі анық байқалады. Ол партиялық жүйенің қысымына қарамастан қазақ тарихын бұрмалауға қарсы шығады. Өткенді зерттеп шындықты алуға тырысады. Академиктің көз жасы жалғыз адамның мұңы емес, тұтас бір халықтың қасіреті, жоғалтқан құндылықтарының ауырлығын сезінуі. Оның әрбір сөзі, іс-әрекеті оқырманға рухани тереңдік береді. Егер ғалымға өтірік араласса, ол ғалым емес, ол тек мүдде үшін, яғни орысша айтқанда сувенир үшін жасалынған жалған құрылым деген ойы академиктің ұстанымы болған, яғни Қаныш Сәтпаев атамыздың ұстанымы. Ол жалғыз қалса да мойымайды, әділет үшін күреседі, алайда қоғам оны түсінбей қысымға алады. Сол сәтте автор оқырманға шындық айтқанын оңай болмайтынын, бірақ оның құны қашанда биік екенін жеткізді. Яғни мысалға келтіретін болсақ, қазіргі заманда да өтірік айтып адамға жағымпаз болғанша шындық айтып таза жүргенін артық болып келеді. Өйткені қаншама өтірік айтсақ та бәрібір шындық өзінікін алады. Қосалқы кейіпкерлер, партия жағымпаздары, жаңа айтып өткендей, бұл кейіпкерлер билікке бас ұрған, мансап пен атақ, абыройды ғылымнан жоғары қойған адамдар тобы. Олар ғылым ортада беделге жету үшін академиктің еңбегін жоққа шығарып, жалған айып тағуға дайын болды. Автор бұл образ арқылы қоғамда ақиқатты жасырып, жалғандықты дәлелдеген тұлғалардың бар екенін көрсетеді. Мысал ретінде бір парторгтың академик зерттеулерін жоққа шығарып, оның орнына идеологияға тиімді нұсқау ұсынуы болды. Ол шындықты іздемейді, тек жоғарыдағылар мақтау күтеді. Яғни ол өзінің артын ойлап, шындықты өтірікті шындыққа айналдырып, және де жоғары биліктен өзіне мақтау күтеді. Ғылым, билік, сондағы Сәтпаев айтатыны ғылым билікке қызмет қылуы керек. Ал армия ұстаным күте тұрар деген. Яғни жағымпаздардың айтуы ғылым мен билікке қызмет қылуы керек, ал армия ұстаным күте тұрар. Екіншісі кейіпкер қорқақтар. Бұл топтағы кейіпкерлер шындықты білсе де оны айтуға батылы жетпеген, тағдыры желімен ғана жүрген адамдар. Олардың ішінде академикке іштей жанашыр, бірақ ашық қолдауға қорқатындар бар. Автор мұндай кейіпкерлерді психологиялық қысымның салдары ретінде көрсетеді. Олар жаман емес, бірақ қорқыныш олардың аузын буған. Шындықты айтуға батылы бар жас ғалымдар академиктің бейнесін тек өзі арқылы ғана емес, кейінгі буын арқылы да жалғасады. Оған сенген, оны еңбегіне шабыт алып, жас ғалымдар үміттен болашақ символы. Мысалы, жас зерттеуші бір жиналыста ғалым билікке емес, халыққа қызмет етуі тиіс деп сөз бастайды. Бұл академиктің мұрасы жалғасқанын білдіретін шешуші сәт болып көрінді. Шығармада қазақтың рухани құндылықтарымен кең орын алды. Ұл мен үлкенді сыйлау, ұстазға құрмет, білім іздеген жанның қадірін түсіну, туған жер мен ұлт тарихында адалдық бәрі айқын көрінеді. Бұл жай дәстүр емес, қазақтың ұлы мінезі, академиктің шәкіртке ақыл беру, ақсақалдан өсиет секілді, яғни әдеби шығармада дәстүр тек салт емес, рухани сабақтастық
рухани рух ретінде танылады. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.